Қайырлы таң қыздар. Бүгін ұнтақ жармасынан ботқа жасаймыз, яғни манная каша жасаймыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 стакан сүтімізді аламыз. Менде стакан 280 мл. Осылай стаканды толтырып, 2 стакан сүтімізді қазанға құямыз. Сосын ішіне ұнтақ жармамызды саламыз, яғни манная крупа. Мен осы марканы қолдандым. 1 ас қасық, ол кішкентай балалар үшін, үлкен адамдар үшін 2 ас қасық жеткілікті болады. Мен мына жақта 3 порция жасап жатқандықтан, мен 6 ас қасық манная крупа салдым. Менің кашам қою болып шығады, бізде үйдегілердің барлығы қою кашаны ұнатады. Егер сіз кашаңыз сәл сұйықтау болсын десеңіз, үстіне аздап сүт қосып жіберсеңіз болады. Содан соң үстіне 2 ас қасық қант салдым. Егер сіз тәттіні ұнататын болсаңыз, қантты көбірек қосуыңызға болады. Осымен кашамызды пісіреміз. Бұл кашаны көп қайнатып пісіріп отырудың қажеті жоқ. Өзі бір қайнағаннан әдемі болып піседі. Осымен біздің кашамыз дайын. Енді ыдысымызға саламыз. Манная кашаның үстіне сары майды немесе бал қосып жесеңіздер, өте дәмді болады және де пайдалы болады. Мен үстіне малина мен жаңғақ қостым, себебі ол екеуінің де пайдасы өте көп болғандықтан үстіне қостым. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, менің кашам қою болып пісті. Егер сіз сұйық болғанын қаласаңыз, онда манная крупасын аз қоссаңыз болады, немесе сүттін көбірек қоссаңыз болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Аз болсын.